Qachon qabullandı balalar? Al endi ko'ring. Birov 1992 deydi. Jana Nura. Bu eng birinchi qabullangan. Al endi 2006. Durust ekan, 2006-yılı qabullangan. Өте жақсы. Жаңа оқу жылының басталуына орай барлық мектептерде "Мен елімнің патриотымын" тақырыбында сынып сағаттары жүргізілетіні баршамызға аян. Бүгінде қала мектептеріндегі оқушылар бұл сынып сағатты шаһарымыздағы тарихи өлкетану мұражайында қызықты етіп өткізуге мүмкіндік алды. Экскурсия 3 локацияда өтеді. Ең басты, мысалы, өзіміздің рәміздерімізден бастап, Қазақстан Республикасының рәміздері ту, елтаңба, әнұраннан бастап таныстырамыз балаларменен. Сонымен қоса, негізгі нышандардың бірі біздің қарулы күштеріміз, ұлттық валюта, еліміздің алғашқы тұңғыш президенті туралы айтып өтеміз бірінші локацияда. Жалпы бұл жерде екінші локацияда біз тарихи тұлғалармен таныстырамыз. Себебі тарихта өз орны қалдырған тұлғаларымыз өте көп. Керей Жәнібек ханнан бастап бүгінгі күнде әлемдегі биік белестерден көріп жүрген тұлғалар туралы ақпарат береміз. Үшінші локацияда ол бізде енді Қазақстан халқы жалпы 130 ұлт өкілдерінен тұрғандықтан да бізде Қазақстан халықтары ассамблеясы құрылды. Осы залда, үшінші локацияда кіші ассамблея ретінде қалыптастырып, бізде тұратын ұлттың өкілдерінің мәдениетімен, салт дәстүрімен таныстыру болып көзделіп отыр. "Мен елімнің патриотымын" тақырыбында ұйымдастырылған көрме осы айдың 1-нен бастап жұмыс жасауда. Ол жерде оқушылар өзіміздің еліміздің тарихымен, мемлекеттік рәміздердің пайда болу уақытымен, елордамыз Астананың көрікті жерлерімен LED экран арқылы таныса алады. Экскурсия 45 минут, яғни бір сынып сағатының уақытында өтеді. Балаларға викториналық сұрақтар қойылады, ойындар ойнатылады. Бұл балаларға берері көп шара деп ойлаймын өзім. Балаларды патриоттыққа, отансүйгіштікке тәрбиелейді. Және отанымыз туралы тереңірек біліп, сүйіспеншіліктерін арттыратын шара деп ойлаймын. Сондай-ақ экскурсия барысында балалар көне заманнан қалған ортасы алтыннан, шет жақтары таза күмістен құйылған тиындарды өз қолымен ұстап көре алады. Көрме қыркүйек айының соңына дейін жалғасын табады. Біз елбасы туралы, Астана туралы көп мағлұматтарды білдік. Біздің жеріміз де сол Астана сияқты болсын деп ойлаймыз. Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлының өмір баянымен таныстым. Және де бұрын қазіргі кезде жоқ тиындарымен таныстық.